Мен бірақ армандадым. 11 класс оқып жүргенде примерно айтайын сізге, ауылға больницаға түсіп қалдым. Өмірімде бірінші рет больницаға жатқанда, сол кезде мына ақ халатты абзал жандар өте жаңағыдай ауырып жатқан кезде өте жаңағыдай өте жақын болып кетеді ғой. Ең жақыны сол болады. Қатты қызықтым. Аппақ халат киіп, ақ шепчик киіп алады бастарына. Анандай бір сөзінің өзі адамдар жаңағыдай жазады да, адам сөзінің өзі. Содан бір айдай ма ауылда больницада жатқан кезде мен түсіндім, мен врач боламын дедім, мен дәрігер боламын дедім. Сондай бір арман қуалап, содан химия, биология деген сабақтарды оқыдым, жақсы оқыдым. Мен мектепте мен барлық сабақты жақсы оқыдым. Бірақ мен мектепте ең жақсы көретін математика сабағы болды. Білмеймін, математика сабағына кірген кезде мен жанымды беріп, сабақ есеп шығарғанда мен бір рахат табатын. Математиканы жақсы көрген неден болды деп ойлайсыз? Мұғалімнен бе, әлде болады? Кейде адамдар мұғалім арқылы болады. Тұқымнан деп ойлаймын. Менің әкем де шешем де біздің барлық отбасымыз бойынша есеп шығаратынбыз. Біз геометрия, алгебра, косинус, синус барлығын біз келеді мектептен осындай тапсырма берді десе, барлығы отырып шығаратын тұғым. И содан ба білмеймін, менің өзім әкем де математик, мамам да математик болды да. Сол мамам мамандығы экономист болды мамам. Папам инженер болды. Екеуі де математиканы оқыған ғой. Қаннан да деп ойлаймын. Одан кейін мектептегі мұғалімге де байланысты шығар деймін. Енді мықты мұғалімдер болған біздің мектепте, бірақ кетіп қалды дейді көбінесе. Одан кейін жаңа химия, биология пәнін, ол да маған жақын болды. Осы пәндерді басып оқыдым. Сөйтіп арманым Алматыдағы Асфендияров университетіне, медициналық факультетіне түсу. Яғни врач болғым келді, дәрігер болғым келді. Енді қатты армандадым. Бірақ енді үйден 10 класс бітіріп үйден шығып кетіп бара жатқан кезде әкем бір ауыз сөзі мен тоқтатты. Қыз балаға ең жақсы мамандық бұл мұғалім ғой деді. Содан Алматыға келген соң қатты ала сапырдым. Қасымда анам бар, екеуміз келдік Алматыға. Алматы деген қаланы көрмеген, өмірімде бірінші рет көргем, өмір бойы ауылда өскен адамбыз ғой. Қатты алдым, уайымдадым, бірақ сол әкемнің бір ауыз сөзін кетірмей, жоғалтпай. Біздің АГУ дейді ғой қазір, Алматы мемлекеттік педагогикалық университет қазір. Бұрын Алматы мемлекеттік университеті болатын. Сол университетке бұрынғы Каспий дей ма? Қалай? Сол университетке тапсырдым документті. Химия, биология деген мамандық бар екен өзі. Соған тапсырдым. Бір айдай жүріп дайындалдым. Ауылдың білімімен салыстырмайсың, бұл жаққа келесің, қанша білімділер келеді. Бірақ мен сол жерден грантқа түсіп кеттім.